Саламатсыздар ма? Бүгін майды қалай қолдану керек, супернова кремді қалай қолдану керек екен көрсетейін деп отырмын. Өкшеміз ауырғанда осылай алып, осылай сіңдіріп жағамыз. Жатарда өсіп сіңдіріп жағып, массажный движениемен. Содан кейін мынандай таза бахиланы алып, киіп алып, сыртынан нәски киіп алсаңыздар болады. Сол кезде емнің нәтижесі күшті болады. Мен өзіме қолданып жүрмін. Қазір өкшем ауырмайтын болды. Осы салафан кигелі. Былай жаққаннан көрі салафан киген өте пайдалы екен. Соны білдім мен өзім. Сонда да бірақ жағып жатырмын. Сосын табанның жарылған жері болса, сол жерлеріне де жағып салафан киіп алсаңыз жұмсартады табаныңызды. Және жарылғанын кетіреді.